Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Кинофан арнасы. Бүгінгі видеода біз штукатурка фильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Джей есімді қыз өзінің үйінде жүрген кезде оның телефонына қоңырау шалады. Қыз қолын кесіп алғандықтан телефонға жауап қайтара алмайды. Ол жарасын емдемек болады. Телефоннан дыбыстаманы ашқан кезде оның көңіл қосып жүрген жігіті Джейдің күйеуі оның жұмысына келіп, екеуінің ара қатынасын сұраған жайлы баяндайды. Қыз доширак пісіріп жатып, абайсызда оны кілеміне төгіп алады. Тамақты тазалап жатқан кезде оның қолындағы қандар кілемге тамып кеткенін байқайды. Джей қанды сүртпекші болады, бірақ қан бүкіл жерге жайылып тарап кетеді. Кешке қарай қыз суретті дуалға әлем деп жатқан кезде байқамай шегемен дуалды тесіп алады. Дуалдың артында тағы да бір бөлме бар секілді болады. Есікті біреудің қаққанын естіп, қыз оны ашпақшы болады. Бірақ оның далаға шығуға фобиясы бар еді. Бүкіл батылдылығын жинап, қыз есікті ашып өзі тапсырыс берген тамақты алады. Одан кейін қыз үйдің егесіне дуалдың артында тағы да бір бөлме бар секілді екенін айтады. Сонымен қоса қыз үйдің егесінен квартираның макетін жіберуін сұрайды. Себебі дуалдың артында ешқандай тесік болмауы керек еді. Ұйықтайын деп жатқан кезде Джей дуалдан көзін алмай жатады. Қыз ұйықтап қалған кезде дуал кенеттен қозғалған секілді болады. Бірақ кенеттен қыз ұйқысынан тұрады. Азанға қарай қыз өзінің психологымен жұмыс жасайды. Психолог одан далаға шығуын сұрайды. Сөйлеп жатқан кезде қыз жөтеле береді. Психолог оған далаға шығып дәрі алып қайту керегін айтады. Сонымен қоса қыз далаға шығып өзінің қорқынышын жеңуіне болады. Джей психолог айтқандай далаға шығуға тырыспақшы. Шықпастан бұрын қыз кенеттен жөтеледі. Сол сәтте артында тұрған дуалдан жөтелдің дыбысы шығады. Қыз дәріханаға барудан бас тартып, йога жаттығуларын көріп өз-өзін тыныштандырмақшы. Қыз йога жаттығуларын істеп жатқан кезде есікті біреу қағады. Қағып тұрған жеткізуші еді. Ол қызға өзінің дәрілерін алып келді. Дуалдағы тесіктерге жақындаған кезде қыз шаштарды байқайды. Бірақтан Джей оған қатты мән бермейді. Дәрілерін ішіп ол ұйықтауға кіріседі. Түн ортасында дуалдағы тесіктен біртүрлі дыбыстар шығады. Қыз соның салдарынан оянып тесікке жақын қарай барады. Тесіктен тілге ұқсас бірдеңе шығады. Қыз оны жалап желкенішті тірліктерді жасайды. Ұйқысынан тұрған кезде қыз бұның бәрін түс деп ойлайды. Есікті қызбен бірге сөйлескісі келіп тұрған жігіті қағады. Қыз есікті ашпай тыныш отырып үйде ешкім жоқ деп ойлап қалсын дейді. Жігіт Джейдің оның көзіне шөп салды ма жоқ па білгісі келеді. Қыздың үйінде ешкім жоқ секілді болғанымен оның көлігі үйдің алдында. Бірақ жігіті терезенің алдына келіп қағаз жабыстырып кетеді. Қағазында ол қызды бәрібір де тауып алатынын айтқан. Үйіндегі тесіктен қорқып қыз полиция қызметкерін шақырады. Полиция оған жасырын камера қоюын сұрайды. Қыз полицияның айтқандай жасайды. Бірақтан күн өткен сайын қыздың жөтелі күшейіп барады. Тіпті оған алынған дәрінің өзі көмектеспейді. Түнге қарай қыз үй егесіне хабарлама алады. Ол хабарламасында үйдің макетінде ешқандай артық бөлме болмауы керегін айтады. Бірақ Джей тауып алған тесік бұрынғы тұрып кеткен адамдардың ісі болып шығуы мүмкін. Тесік жақтағы есікті жауып қыз ұйықтауға кіріседі. Бірақ кенеттен дыбыстарды естіп тесіктің жанынан оянады. Кетіп бара жатып ол өзінің түсіп қалған тісін тауып алады. Тесіктен қайтадан дыбыстар шығып қыз өз бөлмесіне қашады. Қыз өзі қойып кеткен бейнебақылау камераларын тексермекші. Видеоны қосқан кезде ол өзінің аузынан біртүрлі қолдарды шығарып тесікке қарай салып атқанын байқайды. Қыз шошып кетіп өз көзіне өзі сенбейді. Қызға тесіктің артында біреу өмір сүретін секілді болып көрінеді. Қыз қатты қорқып қашып кетпекші болады. Есіктен шыққысы келеді, бірақтан ол даладан қорқатын еді. Қыз бүкіл күшін жинап кувалданы алып дуалды бұзады. Дуалды ашып ол жерге кірген кезде тек қана қараңғылықты байқайды. Сонымен қоса адам мүшелерінен жасалған орындықты көреді. Қыз оған отырып рахатқа бөленіп жатады. Бірақтан екі қол шығып оны ұстайды. Қыз әрең дегенде тұрып кувалданы алып орындықты бүкіл күшімен ұрады. Көзін ашқан кезде қыз үйдің дуалын бұзып, орындықты емес жанында тұрған көлік тұрған болып шығады. Осылайша қыз өзінің далаға шығуға деген қорқынышын жеңе біледі. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм жайлы пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сонымен қоса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кинофан арнасы. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.